Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге ешкі сүтінің пайдасы жөнінде айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ешкі сүті өте құнды, ерекше тағам. Ол басқа сүттерге қарағанда пайдалырақ. Ол оның уникалды құрамына байланысты. Ешкі сүті ағзаға жеңіл сіңеді, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Ешкі сүтінде кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, А, С, Д дәрумендері және де аскорбин қышқылы бар. Сүттің құрамында кальций мөлшерінің мол болуы жүрек-қан тамыр жүйесіне жақсы әсер етеді. Ешкі сүтінің емдік қасиеті өте жоғары. Әсіресе асқазан ауруына, анемия, көздің нашар көруі, диабетте пайдалы. Емшек жасындағы балаларды қоректендіруге аса қолайлы болып келеді. Өйткені ешкі сүті ана сүтіне ұқсас болып келеді. Ешкі сүті сәбилерді іш өтуден сақтайды. Қазіргі уақытта аллергиялық аурулар өте жиі кездеседі. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтыны белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды, бірақ ағзаға сүт қажет. Оны 100% алмастыратын тек ешкі сүті. Ол аллергияға бейім адамдардың аллергиясын түбімен жоятын қасиетке ие. Жалпы ешкі сүті адам ағзасына өте пайдалы. Сүтті жақсылап қайнатып барып ішіңіздер. Ауырмаңыздар. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.